98 кітап бар. Соның біреуін бітіргенмін. Шайқасқа шықтым, достар. Ой, бізге сын мен критика есту әншейін сән. Бұл әңгімені сыртта талқылайтындай Достар. Халалу май. Үшіншісінде шайдың базары жоқ, мойындаймын. Остановись, бейби, олай емес. Мое субъективное мнение. Бізге бір жататын ұйықтайтын жер болса ше. Мен академияда не болған қалар едім. Мысалы андай бір отдельный комната беріп, ішіне андай тир қойып, оқыңдар бәрібір сендерге керек. Айтайын ба, айтпай ма? Айтсаңшы. Негізі ол басталғанда жасау керек еді. Сен мә саған пішіріңдер деген боласың ба? Мадина, сен что-то не так поешь. Жүргенов подкаст. Бәріне сәлем, Жүргенов подкаст. Бүгін бізде жаңа шығарылым, әдеттегідей жаңа қонақтар. Ендеше осындай керемет көңіл күйде біз бастаймыз. Қош келдіңіздер біздің керемет осы бір студиямызға. Біз уже көтеріліп баратырмыз. Бізде мынандай форма бар енді. Күшті қалай сендерге мынандай? Күшті. Бірақ сәл үлкейтсе күшті сияқты. Әдемі. Бізге жоқ па не? Халқа оған ақша жетпей жатыр. Наның ішінде еще су құятын болғанбыз. Бізде бұрын стакан пустай болатын еді, қазір бізде еще су бар. Шимшек болды ма? Кән таза су 5 литрлік 650 теңгеге алдық. Ендеше қонақтарымызбен таныс болайық. Бүгін бізде ерекше қонақтар. Егіз қонақтары бізде бірінші, жарайды, қыздан бастайық. Эстрада вокал, нешінші курс? Үшінші курс. Үшінші курс студенті Мадина, фамилияңыз? Жұмабаева. Жұмабаева Мадина, шамалар қойыңыздар. Келесі бізде егіз қонақ, екеуіңіз бір факультетте, бір группада оқисыздар. Қызық, есімдеріңіз? Айдос. Менің есімім Жандос. Жандос, Айдос. Естуімше сіз үлкенсіз. Қанша минутқа? 10 күнге. 10 күнге біреген, өмірімде бірінші егіздерді көріп тұрмын. 10 күнге үлкен. Бұл неге бұлай болды? 10 күн. Неге басқа жұмыстарыңыз болып қалды ма сіздің 10 күннен кейін шығатындай? Бұл сұраққа өкінішке орай жауап бере алмаймыз. Документ бойынша, иә? Документ бойынша солай болып қалды дей салайық. Иә, болып қалды, бірақ қызық. Бірінші сіздерден сұрағым келіп тұр. Екеуіңіз бірге актер мамандығында оқып жатсыздар. Экзаменде қалай болды? Мүмкін біреуіңіз түспей, біреуіңіз түсіп кетулеріңіз де мүмкін еді сол кездері. Біздің кезімізде онлайн болды. Коронавирус кезі ғой. О, қызық. Сол кезде Zoom-мен тапсырдық. Иә, Zoom-мен тапсырдық. Біздер, короче, тез документтерімізді жібердік та неге, жаңағы базаға. Документ жібердік, сосын бір уақыт болды, июнь-июльдің арасы, если не ошибаюсь. Сол кезде өшім экзаменға кірдік. Телефон қойып қойды алдымызға. Содан тапсырдық экзамен. Этюд барлығын онлайн көрсеттіңіздер. Этюд бар, поэзиясы бар, әні бар, бәрі сол жаңағы онлайн бейтіп орында тұрып айттық. Бірақ өте біртүрлі болды негізі. Қызықтары болды ма сол онлайн тапсырғанның, зуммен тапсырғанның? Қызық болды ма дегенде енді біз этюд неге білмейміз деген сияқты. Бірінші рет жасағанбыз. Мен кім? Мен бір гепардты көрсеттім. Сен? Горилланы көрсеттім. Бірақ былай қарасаң, ол этюдтар ең оңай этюдтар ғой негізі. Біздер түсінбейміз сол кезде. Андай егіз болғандарыңыздың пайдасы тиген сияқты бәрібірде екеуіңіздің түсулеріңізге. Біз негізі платникпіз ғой. Иә. Біз негізі сорлы студент. Жоқ, неге десеңдер, білмеймін, почему-то платный немен түсіп кеттік, мүмкін энті балдарымыз төмен болғаннан кейін ба. Жоқ, негізі бізде шанс болған, неге грантқа түсуге. Бірақ бізге бермей қойды, көрінбей қалды. Естіп қойғыз. Өшім, негізі тапсырдық. Бізден де негізі көп балалар тапсырды. Сол кезде именно сол уақытта почему-то платный неге түсіп кеттік, бірақ не болса да осы Жүргенов академиясына түскенімізге өкінбейміз. Осы 4 жыл бойы толыққанды білімін алып жатырық. Бәрі ойдағыдай болып жатыр. Негізі егіз болғанның фишкасы өте күшті секілді. Спектакльдарда мысалы болашақта, иә? Бізде, кстати, сол фишка жағынан өте жақсы. Потому что осы 2022 жылдан бастап біздер неше түрлі проекттерге түсіп бастадық. Негізі ойламадық.
біз басында өзінше бүйтіп бөлектеніп жүргенбіз ғой. Мен андай қылдым. Бір проекттен кейін уже екінші проект шықты, үшінші проект шықты, сөйтіп андай не болды да екеуміздің арамызда. Коннект болды да десек. Неге екеуіңіз де актер? Просто мен андай егіздерді білемін да, таныстарым бар. Біреу мүлдем басқа, біреу мүлдем басқа жақта жүретін. Енді мен айтып кетейін. Ең алғашында мен негізде актер болғым келген жоқ. Мен негізде эстрада әншісі болғым келген. Может, сұрақ қойып қояды шығарсың бала кезіңде чем занимался деген сияқты. Мен мысалы вокалға жақын болдым қатты. Вокалмен заниматься етіп келдім. Где-то я уже 9 класс. В тот момент уже жан жақтан енді жақын адамдарым айтып бастады, актерскийға түсші деп. Неге десең, универсал боласың, актерскийді алсаң, әншілікті де аласың, әншілік алсаң, ананы ала алмайсың. Эстрада қиын, одан да осылай жаса деп. Сөйтіп театралға түстім, көрдім. Сол негізгі мақсатым негізде мен әнші болғым келген. Мен негізінде үлкен ағам бар мен. Үлкен ағам кішкене қатал ұстайды енді. Біздің жақта енді кішкене. Қай жақтансыңдар? Жалпы өзіміз Теміртауданбыз ғой, Қарағанды облысы. Жалпы біздің туысқандарда андай өнерге жақын адам жоқ қой. Негізі айта аламын осы, иә, біз бастап жатырмыз деп айта аламын да. Негізінде вот менің ағам басында қарсы еді. Осында өнер жолына жаңағы баруға, осындай нелермен айналысуға ше. Негізі қарсы еді. Енді не істедім мен? Сөйтіп, ағам негізінде мені юристқа тыққысы келді. Тыққысы келді ғой. В общем, юристқа оқығысы келді. Сөйтіп, юристтан жаңағы бізде Қарағандыда КВЖ деген оқу орны болды жаңағы. Ментовский дей ма, жаңағы полицейский оқуға. Негізі ол нәрсе маған ұнамайды. Өзі енді актерлар кішкене андай чувствительный болады. Сезімтал. Енді бүйтіп ойлап қарайтын болсақ жаңағындай не болып жүрсең мысалы жерде полицейский там какой-то КМБшник болып жүрсең. Мына жақта бір труптарды көресің, бір нәрсе, бір жатқа адамдарды көресің, неше түрлі делаларды ашасың. Ондайға шыдай алмаймын мен негізі. Жүрек ондайға шыдамайды. Иә, ағам просто сол дұрыс болады, сол жерде болашақ бар, сонда бар дегенде қалды да маған. Бірақ енді жүрегім оны қаламады негізі. Жалпы 9 классқа дейін сол юрист боламын деп жүрдім да, ақыр соңы түсіндім менікі емес екен, кету керек деген сияқты түсінді, бір шешім келді. Және біздің бүгін арамызда арнайы сарапшы, егіз танушы Мадина Жұмабаева сізді ұмытып кетіппіз ғой. Эстрада вокалы, өзіңіз қай жерден боласыз негізі? Қаскелең. Қаскелең? Қаскелеңнен келесіз бе универге? Жоқ. Негізі қай жерде тұрасыз? Қазір тұрмысқа шықтым, Алматыда тұрамын. Тұрмысқа шықтыңыз. Біздің подкастымызда бірінші рет тұрмысқа шыққаныңыз болды. Қашан шықтыңыз? 5 ай болды бүгін, кстати. 5 ай болды. Керемет. 3-ші курс оқып жатсыз. Жолдасыңызда неден ба? Өнерден ба? Иә, мен негізінде 11-ден кейін РЦК-да оқыдым. Сол үшін менің жасым 23-те қазір. Мен кішкентай қыз емеспін. Сол үшін типа, тұрмыста 3-ші курс деп ойламаңыздар. Сөйтіп айтып берсеңізші. Иә, 11-ден кейін РЦК-ға түстім, эстрадно-цирковой колледж. Вокал тоже. Сосын осында түстім, қазір 3-ші курс оқып жатырмын. Жолдасым тоже РЦК-ны бітірген и академияны алдыңғы жылы бітірген. Танитын сияқтымын, кім? Білмеймін, Мейіржан, танымайтын шығарсыз. Қай жерде оқиды? Актерскийде оқыдың ба? Жоқ, вокал. Вокал, керемет. Мынау бір қызық болды. Студенттік өмір туралы қалай болды деп сұраған сізден қазір. Бәрін колледжда өтіп тастағанмын ғой, болды. Қазір дым қызық жоқ, жұмыс, үй. Ал жалпы бірінші курсқа түсіп жатыр ғой студенттер эстрада вокал мамандығына. Соларға бір кеңес берсеңізші онда. Бір жақсы бір кеңестеріңізден паш етсеңіз. Білмеймін. Ой, қарамаңыздар десең. Білмеймін. Болмаса, жалпы сіз оқып жатсыз қазір 3-ші курста, иә? Қандай бір конкурстарға қатысып жүрсіз вокал бойынша? Дәл қазір именно академияда ондай прям крупный ештеңе қатыспадым. Голос Казахстанға қатысқам, РЦК-да оқып жүрген кезде. Ладно, қазір последний қатысқаным 5 жұлдыз деген телевизионный шоу болған. 5 жұлдыз. Иә, естідім. Ана жұлдыздар отырады да, жанында таныс емес әншілерді алып келеді да, сөйтіп айтады. Мен Инжу Ануарбек деген кісімен айтқан. Керемет.
қош айтып қояйық. Тамаша, жалпы эстрада вокал студенттерінің көбі негізі Қазақстан дауысы сондай телевизиялық бағдарламаларға оқып жүріп, қатысып, өздерін танытып жүр. Сондықтан да алдағы жұмыстарыңызға творчестволық табыс тілейміз. Сіздермен бірге оған деп бітіріп тастайық подкастты. Давайте тағы да нәрсе айтайық. Жалпы Жандос пен Айдос, бүгін танысып отырмын. Негізі жалпы бізде оқып жатқан режиссерларға мынау тамаша бір не ғой? Ход деп айтсақ та болады. Керемет бір приемдар жасауға болады. Екі егіз жігітпен, как раз актерскийлар да бар. Көп негізі шетелдік киноларда егіздер туралы өте күшті кинолар бар. Например, бізде енді басталып жатыр ғой. Сіздерге қарап бір сондай кинолар еске түсіп жатыр. Негізі болашақта бір екеуіңіз бірге ойнайтын қандай киноларда ойнағыларыңыз келеді? Білмеймін, братья секілді бір бұрынғы. Бірақ ол жақта егіздер емес, сонда да. Сонда келетін секілді сіздердің нелеріңіз. Детективтер болады ғой. Иә. Екеуі бүйтіп бір нені ашып, қарап, іздеп. Или там серийный убийца болып, екі жақтан адамдарды қарап деген сияқты сонда бір интересный бір образдарды алып жасауға почему бы и нет, жаңағы егіз болып. Я думаю, это будет очень интересно. Жалпы қазір негізі егіздер туралы бір нәрсе түсіру. Я думаю, это будет реально зрителям прям қызық болады деп ойлаймын, да? Вот. Просто, знаете, вот біз түсіп жатырық и андай қатты екеуі егіз дейтіндей әлі ешнәрсеге түспедік та. Но нам было бы очень интересно. Қызық, енді бізде қазір егіздер туралы кино түсірсе, екі егізде бір актер ойнайды, просто екіншісінің мына жеріне шрам қоя салады. Иә. Біреу андай қорқақ, біреу батыр, сондай бандит ойнай салады, ол қызық емес деп ойлаймын. Мысалы, Жандос, Жандостың образына қарап, андай қыздарды клит ететін жігіттер болады сәл. Сондай, ал сәл умнылау болады, бір сайт жасап отыратын Айдостікі. Сондай образдар жасауға болатын секілді. Енді бізде қазір режиссерлар көп, бұйырса бір жобада кездесетін шығармыз деп ойлаймын. Өз басым түсіргім келіп тұр сіздер. Одан кейін тағы не айтсақ болады? Сіздер онлайн тапсырдыңыздар, сіз енді офлайн. Сіздікі қалай болды? Менде бір, қалай деп айтады, преимущество, қазақша қалай болады? Бір жеңілдік болды менде. Қазақшам бір жеңілдік болды. Бізде академияда программа бар ғой, конкурсқа қатысасың. Сол жерде орын алатын болсаң, менің түскен жылымда мен сольфеджио тапсырған жоқпын, тек қана өлең айттым, әнді айттым. Сөйтіп грантқа түстім. Қандай өлең айттыңыз? Мен Mama Knows Best, JCJ, екіншісі соңында Жарқын Айханайым. Айттым. Сөйтіп сіз грантта оқып жатсыз. Шүкір Алла. Жалпы эстрада вокал студенті болғандықтан бір сұрақ қойын. Қазіргі біздің эстрададағы әншілерге қалай қарайсыз? Жаңадан шығып келе жатқан поколенияға, бұрынғы поколенияның есігін жауып отырайық. Жаңадан шығып келе жатыр. Бізде мысалы Арон айтсақ болады. Жаңа бір дем береді. Ародан кейін бізде тағы кім? Сіздер де қатыса берсеңіздер болады. Кім? Аро бар бізде, одан кейін. Маған Аяу ұнайды. Аяу, қателеспесем, Аяу біздің көршілес неде оқиды, консерваторияда. Білмедім ол жағын. Оқиды, шам салып атқан көргем. Аяу оқиды, одан кейін. Аршат бар ғой. Аршат, бұл легенда, Аршат, одан кейін. Танымайды екем. Енді Зеңгірді айтуға болады, үлкен сахнаға шығып келе жатыр, Зеңгірі бар. Сол секілді әншілер бар, барлығы енді бір топ болып шығып келе жатыр ғой. Ал қазіргі академия студенттеріне тура сол кісілер секілді жарып шығуға қандай кеңестер айта аласыздар? Не істеуге болады қазір? Енді бізде мен түсінбейтінім, театр актерлары бар, эстрада вокалистер бар, барлығы өнер адамдар ғой, бірақ андай личный брендтерін сәл дамытпай жатыр да ол кісілер. Таланттарын Instagram, TikTok, YouTube желілері арқылы танытса, енді кастингтарда, жалпы былай ұсыныстарда түседі деген ойдамын, көріп отқан студенттер болса. Енді мен байқап жүрмін, 2-3 бала TikTok-ты енді қолға алып, Instagram дамытып жатыр да. Негізі енді вокал екінің біріне беріле бермейтін қасиет қой. Сондайлар дамытып, личный бренд дамытып тастаса, универде жүріп атын шығарса, ертең ары қарай нан тауып кету оңай болатын сияқты. Бірақ та просто вокалды обычно біз өзіміз тыңдағанда самокритичные. Сол үшін, мне кажется, Инстаграмда, ТикТокта қатты салғым. Қысыласыздар ма? Ондай бар.
Мен мысалы қазір өзімнің блогымды жүргізіп жатырмын, чуть-чуть. Жанында 2 подружкам бар. Білмеймін, возможно, TikTokта шықтық біз сіздерге. Powerpuff қыздар деген. Біз Powerpuff қыздар. Неге? Просто мультиктен біз алдық, короче, менің шашым оранжевый болатын ол кезде. Жанындағы подружкамдікі сары, и екіншісінікі қара, сосын біз типа мультиктағы қыздары болып. Не түсіресіздер сонда? Просто юмористический роликтар кішкентай. TikTok түсіремін деп жатыр, подругаларыммен бірге. Қалай? Powerpuff қыздар. Мультиктан, иә. Қалай қазір просмотр жағы? Жақсы, бізде қазір 16.500. 16. Дәл қазір осы подкасттың үстіне сіздердің видеоларыңызды шығарып қоямыз. Тіркеліңіздер, академия туралы қызықты деректерді, кеңестерді барлығын сол жерде айтатын боласыздар, иә? Жоқ. Төлесе. Мен просто ол жерде қатты ұяламын негізі камерадан. Бүгінгі подкастқа да шақырған кезде мен негізінде басында қатты ұялып келгім келмеген. Сосын ойладым, жоқ, бұл шанс қоймаған берілген дедім да, вот қазір келдім. Бізді ертең қаншама миллиондаған адамдар көреді. Осылай. Кішкене үйреніп жатыр енді камераға. Солай енді, возможно, өзімнің тиктогымды жүргіземін деп айтқым келген ғой негізі жаңағы жерде. Дұрыс, сондайлар жүргізу керек. Жеке сендерге де сондай бір контенттер болса, фэшн модель болып істейтін шығарсыңдар. Фэшн болып, фэшн видеоларда. Мен сол жерден байқап қалдым ау, екеуінің біреуінде. Таргеттің видеоларында фэшн, переодевашки дейтіндерден. Я болды ондай моменттер тоже. Бір агентпен жұмыс жасаймыз. Сол кісі сондай съемкалар болып жатса, шақырып жатады, предлагать етіп жатады, мысалы. Жалпы сол жаңағы проекттер бар, рекламалар бар, әйтеуір бәрін бет-бет әйтеуір совмещать етіп жүрміз ғой. Жалпы енді жаңағы жас балалар, жаңа түскісі келетін балалар туралы айтып жатсың ғой жаңа. Кеңес бер деген сияқты. Енді мен әнші болатын балаларға қатты жауап бере алмаймын, бірақ оларды кіреді деп ойлаймын. Жалпы мынау театралға түскісі келетін жас балаларға айтсам, мен қалай кетті жас балалар? Жалпы боз балаларға айтатын болсам, негізі түскілерің келсе ойланып келіңдер. Кішкене бір андай болу керек та ойда. Не үшін келдім? Мен ертең болашақта не жұртқа, елге не бере алам, қандай өзімнің жаңағы үлесімді қоса алам деген сияқты. Жалпы енді көбісі, мен айта аламын, 90% бала театралға түсетін. Жұлдыз болам деп келеді. Ой, сол. Все, мен түстім, болды, жұлдыз болам деп ойлайды. Остановись, бейби, олай емес. Көзіңді аш. Это не то место, которое ты думаешь. Так что давай. Жақсылап ойлан. Просто мен айтқым келіп жатқаны, реально жақсылап ойланып келіңдер. Просто бұл негізі театральный біздің жер оңай жер емес. Халаулум ай деп жүрмейсіңдер. Қиын реально. Оқыларың келе ма? Если оқиын, развиваться етем, өсем десеңдер, сол кезде ғана түсіңдер деп кеңес беремін. Өте тамаша, өйткені өкінішке орай көптеген студенттер актерскийде оқиды. 2-ші курс, 3-ші курсқа жеткен кезде шаршап шығып кетеді, выгорание болып оқудан шығып кетеді. 3 жыл жинаған білімдер просто кетіп қалады деген секілді ғой. Енді көп жағдайлар бар, көп таныстарым бар. Киноға шақыртулар келеді театр актерларына. Бірақ өкінішке орай сабақтан жіберу жағы қиын екен. Сол жағын қалай істесек болады? Өйткені біраз нелер киноға түскісі келеді, сол ғой басындағы мақсаты жұлдыз болу, киноға түсу, танымал болу. Бірақ енді театр ол бірден ондайға жол бере салмайтын жер ғой. Сондықтан да дұрыс айтты негізі. Бірден жұлдыз болып кете алмайсыздар. Барлығы өз уақытымен, өйткені Еркебұлан ағаларымыз, Жандос ағаларымыз, барлық осы жердегі ұстаздарымыз өз уақытында жұлдыз болғандар ғой. Асықпай күтіп жүріп. Сондықтан да асықпаңыздар. Тағы бір қосып кететін нәрсем. Жүргеновке көп қыздар мен ұлдар, жасөспірімдер жаңағы киноға деп келіп түседі. Бірақ біздер театральный болғаннан кейін бұл жерде кәдімгідей театральное обучение, яғни актерский мастерство полностью оқытылғаннан кейін бұл жерде коллективный жұмыста. Бәрі бірге оқылады, жаңағы бәрі бірге жүру керек, бірге жасау керек деген сияқты. Бір отбасы. Кино актері болу үшін, менің ойымша, именно Жүргеновқа келіп оқудың қажеті жоқ.
егер кино актері болғың келсе, давай массовкаға бар, Мастер-класс. мастер-класстарға қатыс, там неше түрлі проекттерге барып отыр, актерлардың қалай ойнайтынына қарап. Мен айтпаймын, түсіп оқымау керек, білім алмау керек деген сияқты. Просто бұл жерде егер де жүрегің қатты театр деп тұрса, егер де театрға барам, театр актері болам десең, жүрген түс деп кеңес беремін. Ал кино актері болам десең, жаңағы бастағы айтқан кеңесім дұрыс болады. Соны басынан ажырата алу керек қой. Иә, басынан ажырата. Театр актері боламын, немесе кино актері боламын деп. Немесе театрдың бір жетістігіне жетіп, оқып, түйіп болғаннан кейін барып, киноға қадам басса да болады. Сондай, жалпы енді кітапқа қарай көшсек, жалпы қазақ әдебиеті, кітаптар, соңғы оқыған кітаптарыңыз қалай? Мына жаққа қоя беріңіз сұрақты. Кітапқа байланысты. Сіз кітап жоқ қандай қасиетіңіз? Сіз бос уақытыңызда немен айналысыз? Мен бос уақытымда үйде жатамын десең ба? Кино көретін шығарсыз бос уақытыңызда? Кино көремін. Жоқ, мен болмаса? негізі кинода көрмеймін. Білмеймін, не істеймін. Сондай. Тауып берек та болмаса сізге не істейтініңізді? Давай десе. Мен просто андаймын, бір нәрсені бастаймын да аяғына дейін жеткізбеймін. Мысалы, мен тоқығанды жақсы көремін, домбырада ойнаған, сосын гитарада ойнаған, сосын қобызда ойнай аламын, бірақ ешқайсысын да конца жеткізбеймін, короче, болды. Басынан ғана, иә? Кітапты басынан бастаймын, болды. Может, дұрыс емес қасиет, но хотя бы мен чуть-чуть барлығын білемін десең, Бәрінен ауыстырып көремін десеңізші. Қалай болады екен ол? Қалай қарайсыздар өзі бастап аяқтамағанға? Сіздер? Біз енді мен театралда оқимын, мен анандай кітап оқимын, мынандай кітап оқимын деп өзінше болмай қойып. Жеке өз басым қатты кітап оқи қоймаймын мен негізі. Әдеби кітаптар деген сияқты. Енді біз театрал болғаннан кейін мен айта алмаймын, ойбай біздер әдеби андай кітап оқығанбыз, андай кітап оқығанбыз деп өзінше қылмаймын. Маған жалпы қатты егер мойындайтын болсақ, кітап оқу оңай емес та маған. Мен қинап оқу керек. Бірақ маған шыны керек жеке өзіме жаңағы психологический кітаптар өте қатты ұнайды. Мен бір где-то 98 кітап бар. Соның біреуін бітіргенмін. Бәсе десең. Бізде бастады 98 кітабым бар деген. Бірақ в основном мен енді қалай айтсам болады. То же самое психологический заттарға көп мән береді екенмін да, басым сондаға. Егіз сөздер ғой деймін. Наподобие там Карнегиді алайық мысалы. Карнегидің оқулары анау деген сияқты. Но кітап енді біз театрал болғаннан кейін бір пьеса алған уақытта сол оқисың ғой. Сол драматургтың шығармасын оқисың басынан аяқ. Пока что сондай немен, бірақ құрметті достар, сіздерге айтарым, кітап оқыңдар. Андай еріндім қошынан қарап сый салам емес, оқыңдар, бәрібір сіздерге керек, егер сіздер болашақ актер немесе даже әнші болам десеңіздер. Сол мастерларымыз көп айтатын ғой, кітап оқыңдар, оқы және оқы деген сияқты. Енді жалпы өнер академиясы өнер болғаннан кейін міндетті түрде сын, критика бізде өте қатты басым болады. Критикаға қалай қарайсыздар? Сыналдыңыздар ма жалпы академияда жүрген кезде? Академияда. Сөздің астына қалып деген секілді. Академияда жоқ. Колледжда сыналдыңыз? В основном осылай съемочная площадкаларда болады ғой, когда сен конкурсқа қатысасың, допустим. Вот сол кезде ең есімде қалып қойған, сәл-пәл жүрегіме қабылып қалдым десе, ол Қазақстан дауысында болған. Мен, короче, дуэтке шығам, шайқас па, қалай деп аталады. Кімнің тобында болдыңыз? Мен Сәкен Майғазиевта болдым сол кезде. Короче, мен Күләйім деген бір кісімен шайқасқа шықтым. Достар. Дуэт битіп айтады, иә? Сол кезде жаңағы енді үлкен кісі болды, кішкене үлкен кісі емес, 30-дың әрі берісі шығар. Мен ол кезде 19-дамын, опытым вообще мынандай. Сөйтіп, короче, енді сәл-пәл жек қойғаны бар енді да мені. Сөйтіп, жюрилер онша емес пікір айтты да. Қандай енді айтайықшы? Типа, Мадина, сен что-то не так поешь деген сияқты. Кішкене интонация деп мен деп тұрдым, бірақ мен өзім ішіне сезіп тұрдым, что мен жақсырақ айттым по идее. Мен өттім ары қарай.
по блату емес. негізі жеңіп қойған мен сол Мен жеп қойған, просто сөйтіп айтып қойған десе. Бірақ сосын мен үшіншісінде шығып кеттім ол жерден. Үшіншісінде шайдым базар. Жоқ, мойындаймын. Вот сол кезде жүрегіме алмадым, да жылаған жоқпын сөздеріне. Сол кезде енді критика өте қиын, телевизиялық түсірілім болды деген секілді. Бірақ сол сізге сабақ болып, керісінше пістіңіз. Маған қызық Қазір болып үйлендіңіз зато. Иә, зато үйлендім. Қазақстан дауысының арқасы ғой десең. Қазақстан дауысының арқасында. Келесі. Ой, бізге сын мен критика есту әншейін сән. В общем, Сөздер деген не ғой? Любой жерде критика өнер адамын өсіреді деп ойлаймын. Оған как опыт ретінде. Самое главное, если саған біреу критика айта ма, ни в коем случае ақталма. Өзіңді сөйтіп қорғап шығасың. Не надо, саған айтып жатыр, сен осың дұрыс емес, и сен мынаны былай қылу керек едің дейді. И сен тұрып, мен негізде деген затты қой. Мен негізде деп бастама айтпа. Критика это нормально, оны просто қабылдай білу керек. И все. Бізде мысалы академияда болсын, театрда болсын, там кинода болсын, любой жерде саған критика кереді. Өйткені бұл өмір болғаннан кейін любой адам қателеседі, так что нормально. Через опыт сен соған үйренесің. Сол критиканы қабылдап үйрену де бір өнер сияқты. Өйткені қазіргі поколение критика десе кәдімгі ол шыдай алмайды. Шыны керек, екінің бірі қазір бірден сөз қайтарады. Менің өзімнің пікірім бар, менің өзімнің мнением бар, құқығым бар деген секілді. Сондықтан да өте қиын болып жатыр қазір. Біреуді критиковать ете алмайсың, біреудің минусын айта алмайсың, өзіңнің минусыңды айтып шығады деген секілді. Меніңше осы именно театр факультеті сіздер критикаға қатты үйренген секілдісіздер. Академияда жалғыз сіздер секілді, жалпы критиканы дұрыс қабылдап, аяғына дейін тыңдап, содан бір нәтиже шығаратын. Қалған жерлерде бір критика естіп қалсаң, барлығы мен деп шығады. Сол бәрімізге жалпы критиканы үйрену керек, сол кезде өсім болады деген ойдамын. Жалпы подкастымызды бір тәмамдайық, белгілі бір межеге де жетіп қалдық. Сіздердің қолдарыңызда жалпы мүмкіндік бар. Сол кезде сол мүмкіндікті пайдалана отырып, өнер академиясын қандай бағытқа қарай өзгертетін едіңіздер, қандай бір факультеттер қосатын едіңіздер, бір айтып кетсеңіздер. Мен бұл туралы ойланбаппын. Мен бастап берейін, мысалы, менің қолымда бір мүмкіндік болса, мен көптеген павильондар салатын едім өнер академиясына. Осындай подкасттарды немесе бір түсірілімдерді басқа жерден бір арендаға ақша беріп түсіргенше, өзіміз сол жерде практика жасап үйренетіндей. Сіз ше? Мен ба? Жалпы бір егер бізге өз бәрі бар ғой. Жалпы негізі енді біздер енді басқа сенің қате немен айтып кеттім деу мүмкін, бірақ өзім ойымша, мен жеке өзім бір спорт жағынан бір үлкен бір зал ашсақ деген сияқты, ұлдарға особенно, ұлдарға почему бы и нет деген сияқты. Неге только ұлдар? Өйткені актерлар да, актриса қыздар барлығы бір формада жүру керек қой. Дұрыстап айтайын десең. Қыздарға да, ұлдарға да бір общий зал ашып, сол жерге қатысып, жаңағы денелерін шынықтыратын бір зал ашсақ жақсы болар еді деген сияқты. Потому что бізде енді театр факультетінде сахна қозғалысы ғана ғой. Сахна қозғалысымен былай оны үлгерсең, барсаң бардың, бармасаң қалдың. Короче, келетін бала бар, келмейтін бала бар деген сияқты. Сондай бір общий бір зал ашып қойса, мен жеке өзім сондай бір қызық болғанда бір кішкене бір единоборствоға жақын адаммын ғой. Сондай бір соған жақын бір зал ашса ұлдарға деген сияқты ой болған. Тамаша. Потому что менің ойымша жаңағы әрбір актер всегда такой шыныққан, күші бар, такой энергетичный болу керек деп ойлаймын. Бір павильон, бір спорт зал сізге? Жүрет, мен дайынмын, айта берсем бола ма десем. Айт, Мадина, дайынмын дейді. Мені, наверное, бір жалқау деп ойлайтын шығарсыздар, бірақ бізде қазір 3-ші курста, хотя біз перваш кезінде ондай окошкалар көрген жоқпыз өмірімде.
Бізге қазір 5 сағаттан 4 сағаттан окошкалар бар. Сіздер олар, наверное, ол уақыт прям жақсы қолданушы едіңіздер, бірақ бізде ондай сол үшін сол окошканы пайдаланып TikTok түсіресіздер. иә. Ол да жақсы шығар, бірақ та ойлаймын, что академияға бір демалатын жерлер қажет секілді. Потому что қандай жер керек академияға? Білмеймін, енді хотя бы бір жерде отырып скамейкада, не знаю, бізде ол да жоқ қой. Кроватьпен бүйтіп жатқан окошкада 3 сағат ұйықтап алатын бүйтіп тұрған. Иә, негізі күлеміз ғой, бірақ көптеген СДУ университеті, нарфозда өзінің настольный теннис ойнайтын жер бар, демалатын. Көптеген демалатын жерлер бар, бөлек кабинкасы. Бірақ енді академияға ол қашан келетінін білмеймін. Бізге негізі бар ғой. Настольный теннистің шаригі да жетеді. Жоқ, ондай нәрсе керек емес. Бізге бір жататын ұйықтайтын жер болса ше. Аэропорттағыдай, андай нелер капсула бар. Вот сондай бір ұйықтайтын жер болса екен, окошкада 1-2 сағат ұйықтап, тұрып сабақ кетіп қалатын деген сияқты. Қалай? Жақсы нәрсе айтқан сияқтымын. Жақсы нәрсе. Жалқау деп ойламаңдар, бірақ. Күшті. Мен ба? Академияда не болған қалар енді, мысалы андай бір отдельный комната беріп, ішіне андай тир қойып, әшейін айтамын. В общем, Арбат қыз едікші академияның. Құрылыс ауырғандай удар дегіздер. учебкалар ғой. Иә. Сол сақтанды, сәл дұрыстаса екен. Не бар сондай, ішім жаныма ашиды да, көремін. Басқа елден келіп жатады қонақтар, басқа қаладан келіп жатады, андай ожиданиемен келеді. Мысалы, Темірбек Қарауылов Жүргенов атындағы өнер академиясына келе жатырмын, қазір көреміз, бүйтеміз. Просто сахна кішкене құбылмалау, ондай болып жатыр да. Бір жағынан мен кішкене кеңейткенін, не деп айтады, образын дей ма, түрін дей ма, қалай айтады. Жақсы бір ремонт болса деп. Жақсы бір ремонт болса, бұйырса. Енді жаңа бұйырса спектакльдар шығады, жаңа жас таланттар бар, барлығы сол бір сахнада өнер көрсетеді, бірақ енді сахна қанша жерден келіп алғанмен жаңа бір сахна керек секілді. Сосын адамдар отыратын залдың да мөлшерін үлкейту керек, өйткені қашан барамыз, орын жоқ деген секілді. Тамаша, бұл идеялардың барлығын жаздық, бұйырса жеткізетін жерлерге жеткізетін боламыз. Осы подкастта осы үшін жалпы шығарылған, болмаса үшеуіңіз де оқудан шығып кетесіздер. Ол жамандап айтуын емес, негізі былай келтіріп айтып жатқан. Критиканы қабылдай білу керек қой. Критиканы қабылдай білу керек. Мое субъективное мнение деп тұрық үшеуміз. Бірақ бар емес па? Сіздерде актерский да бар емес па? Мен сіздермен жарысқан емес, әрине. Учебканы сіздердікі деп енді айтады ғой көбінесе. Ал бізде, біз білесіздер ме, қалай тапсырамыз экзамен, рубежкаларды? Біз просто кабинетте тапсырамыз. Сіздерде кабинеттеріңізде типа кішкентай сахна бар ғой, өтірік. Ал бізде ондай жоқ қой. Енді қалай ол? Енді учебканы хотя бы өтірік бір сахна. Бір жағынан бүйтіп айтылатын нәрсе сіздер орында тұрып ән айтасыздар ғой. Біздер секіреміз, домаламыз, секіреміз деген. Сахнада біз просто тұрмаймыз ғой. Тұрмау керекпіз ғой. А біз кабинет мынандай бұрышын берсе, біз қалай тұрмаймыз? Достар. Бұл әңгімені сыртты талқылайтындай болды. Қошпаймын. Мадина енді ашылып отыр, баш біткен кезде. Тағы да береді. Айтайын ба, айтпай қойын ба? Айтсаңшы. Негізі ол басталғанда жасау керек еді, айту керек еді деп. Сен мә саған піштіріңдер деген боласың ба? Тамаша. Жайтам, біздің подкастымыз бүгін өз мәресіне жетті. Бүгін бізде қонақта Мадина, Жандос, Айдос, барлықтарыңа рахмет. Алтындай академияда жүрген кездегі алтындай уақыттарыңды бөліп келгендеріңе, бұйырса болашақта үлкен түсірілімдерде кездесейік. Бақытты бол. Бір жасықта қартай жолдасың. Ендеше сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы шығарылымдарда қай факультеттің студенттері қонақ болып келгенін қалайсыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Бисмилля. Рахмет үлкен. Менің құлағым қызарып кеткен сияқты, мен қатты ұяламын. Әдемі күшті болды, нормально.